Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі видео лекцияда біз желілер мен телекоммуникация саласындағы маңызды тақырыптарды қарастырамыз. Біз қарапайым желі конфигурациясын құру, IP адрестеу, желі мониторингі, жол қозғалысын талдау, сондай-ақ желілік пакеттерді талдау үшін сниферлерді пайдалану туралы сөйлесетін боламыз. Бұл әдістер желілердің жұмысын тиімді басқаруға және олардағы мәселелерді уақытында анықтауға мүмкіндік береді. Бүгінгі сабақта негізгі қарастыратын сұрақтар желілер мен коммуникациялар түсінігі, IP мекен жайының мақсатын білесіздер және домен мен DNS-тің не екенін білесіздер. Желілер бұл ақпараттың бір нүктеден екінші нүктеге берілуін қамтамасыз ететін құрылғылар мен байланыс арналарының жиынтығы. Желілердің басты мақсаты ақпаратты жылдам әрі қауіпсіз түрде тасымалдау. Ал телекоммуникациялар дегеніміз кең көлемде мәліметтерді, дауысты, бейнені және басқа да ақпаратты беру мен қабылдау үдерісі. Бұл процесс әртүрлі техникалық құрылғылар мен байланыс арналарын пайдаланып жүзеге асырылады. Желілер мен телекоммуникациялар бір-бірімен тығыз байланысты. Себебі желілер арқылы ақпаратты беру және қабылдау, ал телекоммуникациялар бұл процесті ұйымдастыру мен басқаруды қамтамасыз етеді. Желілердің бірнеше негізгі түрлері бар. Олардың әрқайсысы белгілі бір мақсатқа қызмет етеді. Жергілікті аймақтық желі, LAN дейміз қысқаша. Бұл бір ғимарат немесе кеңсеге арналған желі. LAN желісі арқылы пайдаланушылар арасында ақпарат алмасу және ресурстарды ортақ пайдалану жүзеге асырылады. Мысалы, бір кеңседегі компьютерлер арасындағы байланыс. Келесі аймақтық желі, яғни MAN. Бұл үлкен қалалар немесе бірнеше ғимаратты қамтитын желі. MAN арқылы бірнеше мекеме немесе ұйымдар арасындағы байланыс қамтамасыз етіледі. Қалалық аймақтық желі WAN. Бұл географиялық жағынан үлкен аймақты қамтитын желі. Мысалы, елдер арасындағы немесе тіпті құрлықтар арасындағы байланыс. WAN желісі көптеген локалды желілерді біріктіріп, оларға ғаламдық байланыс мүмкіндігін береді. Жеке желілер мен интернет ең үлкен және кең таралған желі түрі болып табылады. Бұл әлемдегі барлық компьютерлер мен құрылғылардың бірігуі арқасында ақпараттың әлем бойынша жылдам алмасуына мүмкіндік береді. Телекоммуникациялық технологиялар бұл ақпаратты тасымалдау үшін қолданылатын әдістер мен жүйелердің жиынтығы. Осы технологиялардың әртүрлі түрлері бар. Олар әртүрлі қажеттіліктерге жауап береді. Оларға мыналар жатады. Проводты немесе сымды байланыс. Дәстүрлі телефон желілері мен кабельдік интернет байланыстары осы технологияны қолданады. Бұл тәсілде ақпарат электр сигналдары арқылы беріледі. Сымды байланыс әлде көптеген жерлерде кеңінен пайдаланылады. Сымсыз байланыс. Бұл байланыс түрі радиосигналдар мен микротолқындар арқылы жүзеге асырылады. Себебі сымсыз байланыс технологиялардың мысалдары ретінде Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G мобильді желілері және спутниктік байланыстарды атауға болады. Сымсыз технологиялар әлем бойынша кең тараған және мобильді байланыс үшін өте маңызды. Оптикалық талшықты байланыс. Ақпаратты жарық сәулесі арқылы тасымалдау технологиясы. Бұл технология жоғары жылдамдықты интернет пен мәліметтерді тасымалдауда өте тиімді болып саналады. Оптикалық талшықтар үлкен қашықтықтарға ақпаратты жоғалтусыз тасымалдауға мүмкіндік береді. Келесі спутниктік байланыс. Жерден тыс ғарыштағы спутниктер арқылы байланыс орнатуды қамтиды. Бұл байланыс түрі ең алыс аймақтарда, әсіресе жергілікті байланыс арналары жоқ жерлерде маңызды болып табылады. Телекоммуникациялық технологиялардың әрқайсысы өзінің жылдамдығы, сенімділігі мен қолдану аясына қарай ерекшеленеді. Сондықтан олар белгілі бір жағдайлар мен қажеттіліктер үшін таңдалады. Телекоммуникациялық хаттамалар мен стандарттар бұл жүйелер арқылы ақпарат алмасу кезінде пайдаланатын ережелер мен тәсілдер. Олар мәліметтерді дұрыс және тиімді тасымалдау үшін қажет. TCP/IP интернет желісінің негізі болып табылатын хаттамалар жиынтығы. Бұл хаттамалар арқылы мәліметтер интернетте тасымалданып, құрылғылар арасындағы байланыс орнатылады. HTTP бұл веб-браузерлер мен веб-серверлер арасында ақпарат алмасуға арналған протокол.
Бұл өтпеттерді жүктеу және көрсету кезінде қолданылады. FTP бұл компьютерлер арасында файлдарды тасымалдау үшін қолданылатын протокол. Bluetooth, Wi-Fi сияқты сымсыз байланыс протоколдары мобильді құрылғылар мен құрылғылар арасында байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Желілер мен телекоммуникациялық жүйелер осы протоколдар мен хаттамаларды және стандарттарды пайдалану арқылы бір-бірімен үйлесімді жұмыс істейді. Қарапайым желі конфигурациясы бұл бірнеше құрылғының бір-бірімен байланысын ұйымдастыру процесі. Әдетте бұл жүйелі құрылғыларының компьютерлер, маршрутизаторлар, қосқыштар дұрыс қосылуын және олардың арасында ақпарат ағынын қамтамасыз ету үшін қажет. Қарапайым желі конфигурациясын жасау үшін келесі қадамдарды орындау керек. Құрылғыларды қосу, яғни компьютерлерді, маршрутизатор, қосқыштарды бір-біріне қосу. Бұл жерде желі кабельдері немесе сымсыз байланыс қолданады. IP адресін орнату. Әрбір құрылғыға уникалды IP адресі берілуі керек. Бұл байланыс үшін өте маңызды. Себебі әрбір құрылғы желіде бір-бірін дұрыс тануы үшін оның идентификатор қажет. Желі параметрлерін баптау. Маршрутизаторлардың және қосқыштардың дұрыс жұмыс істеу үшін олардың IP адрестері мен шлюздерді дұрыс бапталуы тиіс. Қосылуды тексеру. Желіні конфигурациялаған соң әрбір құрылғының бір-бірімен байланыс орнатқанын тексеру үшін ping командасы арқылы байланыс тексеріледі. Желі конфигурациясы кезінде құрылғылардың дұрыс қосылып, ақпараттың дұрыс бағытталуы өте маңызды. Егер бір құрылғының конфигурациясы дұрыс болмаса, онда байланысқа кедергі келуі мүмкін. IP адрестеу бұл жүйелердегі әрбір құрылғыға уникалды IP адрестерін тағайындау процесі. IP адресі құрылғының желіде танылатын желі мониторингі бұл желінің күйін бақылау, оның жұмысын талдау және мүмкін болатын ақауларды анықтау процесі. Жол қозғалысын талдау. Бұл желідегі деректердің ағынын бақылау және оны талдау процесі. Желідегі жол қозғалысы көптеген параметрлермен әсер етеді. Трафиктердің көлемі, желідегі деректердің қаншалықты көп немесе аз екендігін бақылау. Жолдың тұйықталуы, желідегі жүктеме кезінде қай жерде кідірістерді туындайтынын анықтау. Жоғары және төмен жылдамдықтар, желі арқылы өтетін деректердің жылдамдығын анықтау. Жол қозғалысын талдау үшін арнайы құралдар пайдаланады. Мысалы, Wireshark бұл ең танымал және кеңінен қолданылатын желі анализаторы. Ол желідегі пакеттерді бақылауға мүмкіндік береді. NetFlow бұл жол қозғалысын талдауға арналған тағы бір құрал. Ол желі арқылы өтетін деректердің бағытын анықтауға көмектеседі. Сниферлер бұл желі арқылы өтетін деректер пакеттерін бақылауға арналған құралдар. Олар желіде өтетін ақпаратты ұстап алып, оны талдауға мүмкіндік береді. Wireshark бұл желі пакеттерін талдауға арналған ең кең тараған снифер болып табылады. Сниферлердің көмегімен мынадай ақпаратты ала аламыз. Пакеттердің мазмұны, желідегі әрбір пакеттің ішіндегі ақпаратты көруге болады. Құрылғылардың арасындағы байланыс, қай құрылғы қандай пакетті қай құрылғыға жіберіп жатқанын бақылауға мүмкіндік береді. Қателіктер мен ақаулар, желідегі мүмкін болатын ақаулар мен пакеттердің жоғалуы туралы ақпарат алуға болады. Сниферлерді дұрыс пайдалану үшін олардың заңды және этикалық қолданылуын ескеру қажет. Желідегі жеке деректер мен ақпаратқа рұқсатсыз кіру заңсыз болуы мүмкін. Желі мен телекоммуникациялық жүйелердің қауіпсіздігі бұл өте маңызды мәселе. Қазіргі таңда желілер арқылы ақпаратты бере аламыз. Желілер мен телекоммуникациялардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әртүрлі әдістер қолданылып келеді. Мысалы, шифрлау, ақпаратты тек мақұлданған адамдар ғана оқи алатындай етіп қорғау. Қолданушы идентификациясы мен аутентификациясы, пайдаланушының жеке мәліметтерін тексеру, қауіпсіздік рансмауэрлері мен антивирус бағдарламалары.
Қорытындылай келе, желі конфигурациясын жасау, IP адрестеу, желі мониторингі және жол қозғалысын талдау бұл желінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін маңызды процестер. Сниферлер сияқты құралдарды қолданып, біз желідегі ақауларды ерте анықтап, оларды уақытында түзете аламыз. Бұл желі әкімшілеріне желіні басқаруды жеңілдетіп, оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге көмектеседі. Сондықтан желі әкімшілері білімі мен дағдылары осы құралдарды тиімді пайдалану үшін өте маңызды. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.